Бірде Мұхаммад ибн Сирин рахматуллах бір саудагерден көп мөлшерде балды қарыз қалады. Сатып алған балы қыш қымыраға құйылып болған. Бұл қыш қымыра ертеректе қолданылған, сыйымдылығы шамамен 200-250 килограммға тең болған. Имам қымырадағы балды үйіне алып келгеннен кейін қымыраның бетін жабуды ұмытып кетіп, кешке ұйықтап қалады. Бет ашық қалған қымыраның ішіне түнде егеуқұйрық түседі. Егеуқұйрық балдың иісін сезіп келген болса керек. Таңда имам оянғаннан кейін қымыраның ішінен балға батып өлген егеуқұйрықты көреді. Ол қымырадан шыға алмай, балға батып қалған екен. Кейін Мұхаммад ибн Сирин рахматуллах қымыраның ішіндегі балды түгелдей өзенге ағызып жібереді. Ол балды білместікпен түгелдей ағызып жіберген жоқ, алайда имам оны әдейілеп істейді. Адамдар имамға келіп: «Әй Мұхаммад ибн Сирин, сен тек сол егеуқұйрық батқан жердегі балды алып тастап, қалған бөлігін сатып жіберуің керек еді ғой. Неге балды түгелдей ағызып жібердің?» дейді. Сонда имам оларға былай дейді: «Бауырым, егеуқұйрықтан бөлінетін бактериялар балдың қай бөлігіне жеткенін білмеймін. Егеуқұйрықтың нәжісі балдың қанша көлемін ластағанын білмеймін. Сондықтан ол балды біреуге сатсам, демек оны алдаған боламын. Оны сатып жіберіп, бірақ қиямет күні Алланың алдында күнәға қалып, қор болғанымша, одан да балдан түгелдей құтылуды жөн көрдім» дейді. Не деген керемет иман иесі. Мұхаммад ибн Сирин рахматуллах егеуқұйрық өлген қымырадағы балды толығымен өзенге ағызып жіберген. Таңғаларлық, балды сатқан адам бір шама уақыт өткеннен кейін имамнан ақшасын сұрауға келеді. «Уа, ибн Сирин, балдың ақшасын төлеңіз» дейді. Ибн Сирин оған: «Менің ешқандай ақшам жоқ» дейді. «Жарайды, онда мәселені қалай шешеміз?» дейді бал сатушысы. Ибн Сирин: «Маған аздап уақыт берші, мен саған бәрін қайтарамын» дейді. Сатушы: «Жақсы, келістік» деп имамға уақыт береді. Сөйтіп келіскен уақыттары зымырап өте шығады, бірақ Ибн Сириннің әлі де қайтаратын ақшасы болмайды. Бұл істе Алланың даналығы жатыр еді. Бал сатушысы соңында қазыға шағымданады. Сөйтіп имам сотқа шақырылады. Мұхаммед ибн Сирин өте білімді, атақты имам, елге танымал, құрметті жан еді. Сот кезінде қазы: «Ибн Сирин, бал сатушысының айтқанына не дейсіз?» дейді. «Мен оған қарсы еш нәрсе айтып, оны терістемеймін. Бұл кісінің айтқаны рас, заң сіздің қолыңызда». Қазы: «Жақсы, олай болса сіз абақтыға жабыласыз» дейді. Ибн Сирин: «Жақсы, қарсылығым жоқ» дейді. Сөйтіп Ибн Сирин абақтыға жабылады. Имамның қарызын кейін басқа адамдар төлеп бергеннен кейін бостандыққа шығады. Алла тағала кемшілік атаулыдан пәк. Имам түрмеде болған кезінде түрме қарауылы оның үлкен ғұлама екенін білген. Сөйтіп қарауыл: «Уа, Ибн Сирин, түн болған кезде үйіңе барып жанұяңның қасында ұйықта. Таңда қайтадан осында кел» дейді. «Егер сіздің ұсынысыңызды қабылдасам», қарауыл оған: «Түнде үйіңе барып жанұяңның қасында бол, таңда қайтадан осында кел» деп бірнеше рет қайталайды. Ибн Сирин: «Алла атымен ант етемін, бауырым, мен сенің тозаққа баруыңа себепкер болғым келмейді. Менің қарызым өтелмейінше мен осында боламын, абақтыдан шықпаймын» деп ұсыныстан бас тартады. Имам Құран оқып, түндерінде намаз оқиды. Сөйтіп, Бағдаттағы барлық тұрғындар жиналып, имамның қарызын төлеп бергенге дейін ол сонда болады. Қарыз толықтай қайтарылғаннан кейін адамдар имамды абақтыдан шығарып алады. Олар Ибн Сириннің Аллаға жақын екенін білетін. Аллаға жақын болу, міне, осы нәрсе маңызды, аса қажет нәрсе. Бұл жақындыққа жан дүниесі таза болғандар, сау жүрек иелері, Алланы көп еске алатындар ие бола алады. Егер Алла тағала сол мүмкіндікті берсе, Құран биғойри хисап дейді. Шын мәнінде сабыр етушілерге сый сияпаттары есепсіз беріледі. Биғойри хисап дегеніміз есеп қисапсыз дегенді білдіреді. Егер біз Алладан бір нәрсе сұрасақ, Алла бізге бір емес, 100 мыңдап береді. Бұл керемет. Алла баршамызды сау жүрек иелерінен етсін. Аллаға жақын болуда нәсіп етсін.